біраздан бері үй жинамаған болатынмын. Біраз болғанда ары кетсе 3 күн болды. Үйдің барлығын жинастырып алдым. Жаздың соңғы айларында кілемдерімді жуып жатырмын. Осы бөлменің кілемін жуған болатынмын. Астына шаң сияқты бірдеңе түскен болатын. Ол шаң емес деген болатынмын. Шынымен де шаң емес, кілемнің астында кілейі түседі солай. Кешкісін бір күшті тамақ жасағым келді. Магазинге барып осындай фарш алған болатынмын. Алдын бұндай фарш мүлдем алмайтынмын. Бұл жолы свежий қойдың фаршы келген екен. Ол фарштыны алып көрдім. И осындай капуста алдым, шоколад алдым. Қыздар, осы фаршты тез ертіп жіберетін бір лайфхак бар ма? Бұл фарш мантыға жете ма жетпей ма деп ойланып ішіне пияз, картошка, капуста барлығын салдым ғой. Қасымда қайным әңгіме айтып отыр ғой маған. Оның әңгімесін естіп менің қабағым үйіліп кетті ғой. Біреу маған келіп әңгімесін айтатын болса бар ғой, кәдімгідей сол әңгімеге қатты кіріп кетемін ғой менші. Соның әңгімесін естіп қамырымды жайып түйіп алдым. 45 минуттың ішінде біздің мантымыз дайын болады, ал бізге ас болсын. Осы менің қасымда өсек айтып отыратын біреу болса да, неше түрлі тамақ істеп беретін бар ғой. Айтқан өсегіне кіріп тұрып тамақ істейсің ғой.